Екі баласын өлтірген әйел соңғы жазбасында не жазды? Мектеп оқушыларына террорлық шабуыл жасалмақ болғаны қаншалықты рас? Мал іздеуге шыққан бала қалай жоғалып кетті? Кармет кеншілерін тағда кімдер боп салады? Армағайын аптаның айшықты жаңалықтарымен бүгін бөлісетін боламын. Сіздермен жұмалайық жобасы. Осы апта өкінішке орай қайғылы жаңалықпен басталды. Түркістан облысында жан түршігерлік оқиға болды. Шиелі ауданындағы Пушкин атындағы нөмір 46-шы мектеп лицейінде тәрбиеші болып жұмыс істеп келген 31 жастағы әйел 6 ақпанда ешкімге ескертпестен үйінен 2 баласын алып Түркістан қаласына кетіп қалған. Сонда пәтер жалдап, ертесіне 7 ақпанда 2 баласын жастықпен тұншықтырып өлтірген. Осы оқиғаның алдында келіншек өзінің Instagram парақшасына балаларының және өзінің қолының фотосуретін жүктеп, жүректеріміз мәңгі бірге деп жазды. Фотосуретті жай ғана жарияламаған, оған Нұрмұхан есімді әншінің бізге берілген уақыт аз ғана әнін қосқан. Әннің мәтінінде ешкімге айта алмай, барамын тұншығып, мың түрлі сынақтан өте алмай жүрміз күрсініп, тағдырға босқа қырсығып, бізге берілген уақыт аз ғана деген сөздер бар. Келіншекті жақсы танитын достары, сыныптастары және сынып жетекшісінің сөзінше, ол толыққанды отбасынан шыққан, тұрмысы жақсы, өзі ақ көңіл, жүрген ортасын күлдіріп жүретін ашық мінезді, қонақжай әрі балаларын қатты жақсы көретін болған. Келіншек ешқандай диспансерлік есепте тұрмайды, мұндай қылмысқа барады деп ешкім ойламаған. Қазіргі уақытта адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық тергеу жүргізілуде. Полиция 2 баласын өлтірді деген күдікті ұстады. Әйелді іздеуге облыстық полиция департаментінің барлық жеке құрамы көршілес аймақтар мен мегаполистер бағытталды. Барлық қажетті жедел тергеу шаралары жүргізілді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жедел уәкілдер күдіктіні Шымкент қаласындағы қонақ үйлердің бірінде ұстады. Адам өлтіру фактісі бойынша барлық мән-жайларды анықтау мақсатында тергеу жүргізілді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Күдікті әйел қамауға алынды. Істің тергеу барысы менің жеке бақылауымда. Қарағанды облысының полицейлері терроризм туралы хабарлама таратқан адамды ұстады. Қарағанды облысы полиция департаменті экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен атқарылған кешенді шаралардың нәтижесінде облыс мектептерінде оқушыларды атамын деп хабарлама таратқан телеграм арнасының әкімшісі әрі авторын ұстады. Белгілі болғандай, 13 жастағы Қарағанды қаласының тұрғыны әлеуметтік желіден терроризм тақырыбындағы ақпаратты көріп, очищение Караганды деген атаумен өзінің телеграм арнасын құрған. Ұсталған азамат облыс төңірегіндегі мектептерде терроризм актісінің дайындалу туралы ақпарат таратқан. Қазіргі уақытта телеграм арнасы өшірілді. Полиция органдары шұғыл қызметтердің шығын үшін залалды өтеу бойынша сотқа талап арыз берілді. Баланың ата-анасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылатын болды. Тергеу әрекеттері жүргізілуде. Құрметті көрермендер, әлеуметтік желіде, әсіресе WhatsApp мессенджерінде таратылатын бейресми ақпараттарға сенбеулеріңізге шақырамыз. 11 ақпанда Аягөз ауданының полиция бөліміне жергілікті тұрғындар кәмелетке толмаған 2015 жылы туған Мерей Нұржанұлын іздеуге жәрдемдесу туралы өтінішпен жүгінген. Бала таңертең атпен үйден шығып кеткен. Туыстарының айтуынша сағат 10:00 шамасында 8 жастағы бала мал іздеп атқа мінген. Кешке бала үйде болмаған кезде алаңдаған ата-аналар өз бетінше іздеу жүргізді. Бірақ оң нәтиже бермей полицияға жүгінген. Баланы іздеуге төтенше жағдайлар министрлігінің бұйрығымен әскерилер, полиция қызметкерлері мен еріктілер жұмылдырылған. 8 жастағы Мерей Аягөз қаласының шегінен табылған. Бала жоғалған күні таңертең мал іздеп шыққан. Алайда далада боран болып,
адасып кеткен. Соңғы уақытта бала ұрлау, бала зорлау, тіпті жоғалып кету фактілері жиі тіркелуде. Өз балаларыңызға абай болыңыздар. Қарағанды облысының полицейлері ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлерімен бірлесіп, Кармыт жұмыскерлері мен Абай қаласы тұрғындарын бопсалаған қылмыстық топты құрықтаудың екінші кезеңін өткізді. Полиция.kz былтыр желтоқсан айында Кармыт кеншілерін бопсалаған қылмыстық топты ұстаған туралы хабарлаған болатын. Сол кезде қылмыстық топтың 7 мүшесі қамауға алынды. Бірнеше қылмыстық істерді тергеу барысында ұсталғандарға қатысты ұйымдасқан қылмыстық топ құру, оған басшылық жасау және қатысу бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Осыған орай осы жылы 10 ақпанда полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің жедел уәкілдері жоғарыда аталған қылмыстарға қатысы бар тағы да 8 адамды ұстады. Бұл апта оңай болмады. Келесі аптадан тек қана жақсы жаңалықтар күтеміз. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше амандықта болайық.